Мен көптен рахметімді айтамын. Мен осылай көп жылдан бері еңбек етіп келе жатыр деп сұхбат алып жатқандарыңызға. Енді менің өзім өмірбаяныма берген сұрағыма жауап беретін болсам, мен осы Ақтөбе облысының Ырғыз ауданының Тәуіп совхозында туып өстім. Сол жерде сөз кезегін Бөгетсай ауылдық мәдениет үйінің құрылым бөлім басшысы еңбектері жемісті болсын, барлығына шығармашылық табыс тілеймін. Отбасыларына амандық, береке, бірлік, ең бастысы денсаулық тілеймін. Сізге өте шығармашылық табыс тілеймін, отбасыңызға амандық тілеймін. Осындай биік сындарға көріне беріңіз. 38 жыл жұмыс істеу, қасымызда отырған жүргізіп отырған бала, қазір 35-те келіп, өзіңіз ойлаңыз енді. Осы бала дүниеге келген кезде сіз жұмыс істеп жатқан адамсыз. Сондықтан одан да бұрын істеген адамсыз, мен бірге, маған да осы 38 жыл болады, міне екеуміз бірге бастаған екенбіз жұмысты. Сондықтан сізге шығармашылық табыс тілеймін, отбасыңыз аман болсын. Осы көрермендерің көп болсын. Қартай қызымен бірге ол кісі облыс орталығында істесе, біздің әріптесіміз Жаңаберген Мырзахметұлы сонау Бөгетсай ауылдық мәдениет үйінде ауылдың мәдениеті мен өнерін көтеруге 38 жыл бойы үлесін қосқан екен. Жаңаберген Мырзахметұлы, сіздің және Гүлнар Қатайқызы сіздің бір орында, бір жерде тұрақты түрде еліміздің мәдениеті мен өнеріне, әсіресе ауылдың мәдениетін көркемдетуіне жастарды, балаларды, үлкен ересектерді бос уақытын тиімді пайдаланып, түрлі іс-шараларды өткізіп, ауылымызда ғана өткізіп қоймай, осы бізге әдейі арнап келіп, облыс орталығындағы өткізгеніңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Біздің жастар, сіздерді міне отан қорғаушылар күні өтті 7 мамырда, баршаңызды құттықтаймыз. Бөгетсайда сол уақыттардан бері жасап келе жатыр. Сол уақыттардан бері біздер әріптес, тығыз байланыста осы мәдениеттің, қазақша айтқанда бір келінің ұшпағы дейді ғой, сол мәдениет саласында бірге жұмыс жасап, осы біте қайнасып, осы жұмысты бірге әлемге жұмысқа келе жатырмыз. Одан кейін енді есте қалатын әрине кездер көп. Одан кейін айтпақшы мен ең жұмыс істеген жерім Ақтөбе облыстық филармониясының Домбыра дастан деген ансамблі болды. Жастардан құрылған ол кезде қазіргі мына филармониядағы оркестр, фольклорный ансамбльдер бұл уақытта болған жоқ, олар ешқайсысы. Ең алғашқы Ақтөбедегі жастардан құрылған Домбыра дастан деген фольклорный ансамбль болды. Сол ансамбльде мен өлең айттым. Филармонияда жүргенде Қазақстанның барлық облыстарын, одан Ресейдің облыстары барлығын аралайтынбыз. Астраханьға шейін барғанбыз, Қарақалпақстанға дейін жердің бар, біздер гастрольдік сапарменен филармонияда жұмыс жасадым. Содан кейін енді өмірдің несі заңы тұрмысқа шықтым Байғайын ауданынан. Одан заманымыз жаңағы өзгеріп кетті. Содан кейін филармония көп уақыттарда шамалы тоқтаңқырап қалды.
Бірақ дей тұрғанмен Ақтөбеге біз байғанинде тұрмысқа шыққан Ақтөбеге көшіп келдік. Содан кейін мен мына осы Ақтөбедегі нөмірі 48-ші қазақ орта мектебінде жұмыс жасадым. Музыка пәнінің мұғалімі болып. Сол музыка пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасап жүріп 2006 жылы барып осы мекемеге әдіскер болып, осы мәдени демалыс ұйымдастыру бөліміне әдіскер болып.